Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айша тағам арнасы. Бүгін сіздерге керемет қатпарлы самсаның ең оңай жеңіл жолын ұсынбақшымын. Тіпті бірінші рет істеп жатсаңыз да, осы рецептпен шығары сөзсіз. Көп затты қажет етпейді. Бізге қажетті ингредиенттерді видеоның астына қалдырып кетемін. Ең алдымен бізге жылы су керек және де тұз керек. Ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қолымызбен барынша қатты илейтін боламыз. Қамырымыз дайын. Енді оны столға қойып, тағы да басып илейтін боламыз. Бұл қамырды бөлшектеп алып, бірден жая берсек болады. Қатты жұқа қылмасақ та, қалыңдығы 2 см болуы тиіс. Енді сары майымызды алып, осылай жағамыз. Сары майымыз бөлме температурасында болуы қажет. Өте жұмсақ болуы тиіс. Майымызды барынша аямай қоссақ, қатпарлы нанымызда өте жақсы шығады. Бір келкі етіп жан-жағына жағып, рулет құсатып орайтын боламыз. Оны осындай кішкентай бөліктерге бөлеміз. Осылай оралуы қажет. Енді осы қалпында 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоятын боламыз. Кешкі уақытта жасап, түнге қалдырсаңыздар да өте жақсы піседі. Сол себепті қаншалықты ұзақ тұрса, соншалықты қатпарлы болып шығады. Бірақ мен 3 сағаттай қалдырдым. Сол 3 сағаттың өзінде керемет қатпарлы нан болып шықты. 3 сағат өтті. Енді домалатып жаятын боламыз. Менде осы қамырдан шамамен 20-22 тал самса шықты. Мен салмасына ет тамақтан қалған асылған етті өткіштен өткізіп қосатын боламын. Егер сіздерде фарш болса, сіздер фарш қолдана беріңіздер. Кәдімгі фаршқа қара бұрыш, тұз, сұйық май қосып, және де пияз қосып, ішіне салсаңыздар болады. Қараңыздар, осы жанын үстіне қаратып жаятын боламыз. Енді бетіне жұмыртқа жағып, кунжут немесе мак сепсеңіздер болады. Мен мак септім. Енді қызып тұрған пеште 180-190 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Екінші партиясын пісіреміз. Самсамыз дайын. Өте керемет дәмді болып шықты. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Ал сіздермен бірге болған Айша тағам арнасы алдағы уақытта сәтті дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, өз ой пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.